Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Бейбі Айша. Қыстың қамын жазда ойла деп сіздерге енем екеуміз жасаған огурцы салат рецебін ұсынамын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Огурцымызды алып, оның екі жағын кесіп тастап, 2 сағаттай салқын суға салып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Ondan soң помидорды алып, осылай барлығын жуып тазалап, турап аламыз. Менде осындай дәу табақпен 1 табақ помидор шықты. Мен осы помидорды блендердан өткізіп алдым. Ет тартқыштан өткізсеңіз де болады. Маған блендер ыңғайлы болды. Жақсы әдемі шықты. Блендермен осылай барлығын жылдам өткізіп алдым. Барлығын өткізіп алған соң, оны газға қоямыз. Осылай қайнатып аламыз. Етінде көбігін араластырамыз, өзі кетіп қалады. Осылай қайнайды. 20 минутқа қайнатамыз. 2 сағат өткен соң, огурцыларымызды осылай турап аламыз. Барлығында турап аламыз. Болған соң суын төгіп тастаймыз. Басқа да керек заттар: сарымсақ, перец, қызыл бұрыш, лавр жапырағы, уксус, аспирин, тұз, укроп керек болады. Банкілерімізді буға қойып аламыз. Будан алып банкілерімізге 4 тал сарымсақ, 4 кусок перец, огурцы, лавр жапырағын, укропты салып, үстінен қайнақ суымызды құйып аламыз. Осылай 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Оның суын төгіп тастап, тұзымызды, 2 шықтан аспирин, аз-аздан уксус құямыз. Достар, менің рецептім ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен үй жағдайында жасалатын рецептермен бөлісетін боламын. Барлығын салып болған соң, помидор соғымызды үстінен құямыз. Осылай барлығын үстінен толғанша құйып шығамыз. Мен қақпағын қайнаған суға барлығын салып алдым. Енем екеуміз бірге жаптық. Барлығын құйып болған соң, қақпағын жауып, закрывалкамен жауып аламыз. Достар, сіздерге де жасауға кеңес беремін. Дәмі тіл үйірерлік, тәтті болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмді шығады. Барлығын жауып болған соң, ыстықтай орап қойдым. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Бейбі Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар.